Қанша заман өтсе де құнын жоймайтын, халықпен бірге мәңгі жасайтын шығармалар болады. Мұндай туындыларды бір қаламгердің еңбегі ғана емес, бір дәуірдің айнасы, бүкіл елдің мұрасы деген жөн. Армысыздар. Бүгінгі 6-шы сыныпқа арналған бағдарламамыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі. Алдымен осы шығарманың авторы жазушы Бердібек Соқпақбаевтың өміріне шолу жасап өтейік. Жазушы 1924 жылы 13 қазанда Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Мектеп бітірген соң қазіргі Қазақтың Абай атындағы педагогикалық университетінде білім алды. Еңбек жолын туған жері Нарынқол ауданында мұғалім болып қызмет етуден бастады. 1952-1970 жылдар аралығында республикалық Жұлдыз, Балдырған журналдарында, Қазақстан жазушылар одағында түрлі қызметтер атқарды. Шығармашылық жолын балаларға арнап өлең жазудан бастады. 1950 жылы Бұлақ деп аталатын өлеңдер жинағы жарыққа шықты. Балалар мен жас өспірімдерге арнап прозалық шығармалар жазды. Бердібек туралы естеліктер оқыдық. Бердібектің көзі көргендердің әңгімесін естідік. Сонда байқап қарасақ, Бердібектің өзі жастайынан талғампаз, жастайынан өжет, батыл, айтқаннан қайтпайтын, айтқанын жаңа орындататын бала болғанын білдік. Осы Бердібектің бойындағы талапшылдық, Бердібектің бойындағы бір өжеттілік дейтін дүние өзінің шығармаларының кейіпкерлеріне де ауысқандай. Өмірде адам басында болатын жайттарды, қиын қыстау оқиғаларды, тағдыр қабырғасы қатпаған қаршадай кезімнен аямай үстіме үйіп төкті. 8 жасымда, 1-ші сыныпта оқып жүргенде шешем өліп, жетім қалдым. Колхоздастырудың алғашқы қиын жылдары болатын. Содан соңғы басымнан кешкендерді ойлай бастасам, осы күннің өзінде жүрегім қағайырла жаздайды. Япырау, қалай тірі қалдым? Осы күнге қалай жеттім? Деп жазады жазушы. Міне, өзім туралы повесть осы толғаныстан туған дүние. Кейін оның аты «Менің атым Қожа» болып өзгерді. Өзін жазатын жазушымын. Мінез құлық жағынан Қожа өзге емес, менің өзіме ұқсайды. Бердібек Соқпақбаев. Балаларға арнап жазған «Балалық шаққа саяхат», «Жекпе-жек», «Менің атым Қожа» сынды туындылары балалардың ғана емес, үлкендердің де сүйіп оқитын шығармасына айналды. Ал осы шығарма желісі бойынша белгілі режиссер Абдолла Қарсақбаевтың түсірген «Менің атым Қожа» фильмі 1967 жылы Францияның Кан қаласында өткен халықаралық фестивальде арнаулы жүлдеге ие болған еді. Жазушы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасы тіл қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Повесть баяндау түрінде қара сөзбен жазылған. Оқиғалы көркем шығарманың бір түрі. Повестегі оқиғалар жинақы, сюжеттік желі негізінен бір арнада өрістейді. Кейіпкерлер санында аса көп емес. Таулы аймақтардың біріндегі қазақ ауылында Қожа атты ақ жарқында көңілді бала өмір сүреді. Қожа балалықтың бал дәуренінде түрлі оқиғаларды басынан өткізеді. Бірде аңғалдығымен, сенгіштігімен, құрбы құрдастарының алдында күлкі болса, ал келесіде көзсіз батырлығымен, қиялының тәттілігімен, тартымды сүйкімділігімен сүйсіндіреді. Біз бұл повесті қанша рет оқысақ та, теледидардан көрсек те жалықпаймыз. Барлық оқиға желісі Қожа атынан баяндалады. Бүгінгі сабағымызда «Қожа қандай бала?» деген сұраққа жауап іздейміз. Алғашқы бөлімде Қожа өзінің есімі туралы толғанады. Амал нешік? Сен қызылшақа болып жөргекте жатқанда, сондағы ақымақтығыңды пайдаланып, әке-шешең немесе шілдеханаға келіп дуылдап отырған басқа біреу есіміңді атап жібереді. Тым болмаса атымды да келістіріп қоя алмапты. Қожаның өз есімі төңірегінде ой қозғауы дұрыс. Өз арқылы өзге балалардың да есімдерінің кездейсоқ қойылғанына дау айтады. Жуырда мен газеттен оқыдым. Қытайлардың ат қою қызық болады екен. Бала 5-6 жасқа толғанша, оның тәуелді аты болмайды. Ортаншым, кенжем, сүйіктім,
жұпарым деген секілді шартты атаумен атап жүреді. Ал есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін бала өзіне қандай есім ұнаса, соны таңдап алады. Міне әділдік деген. Осы дұрыс емес пе? Шығармадан алынған бұл үзіндіде қожаның әр нәрседен хабары бар екендігін аңғаруға болады. Әр халықтың салтын, әдет-ғұрпын білу әр адамның өзінің жеке қызығушылығы. Қожа бойында әр нәрсені білсем дейтін ынта бар. Абайша айтқанда, ішсем, жесем, ұйықтасам дейтін бала емес. Білсем, көрсем, үйренсем дейтін бала. Оқулық сатып алу үшін кезексіз кимелеп, дүкенге кіруінен қожаның білімге деген ұмтылысын байқаймыз. Оны қожаның өз сөзімен келтірсек. Жаңа оқулықтар, дәптерлер сатып жатыр дегенді естідім де, әжемнен ақша ала салып, самғап дүкенге келдім. Рас, сатып жатыр екен. Бірақ адам деген лық толы. Қайтсем екен де біраз ойланып тұрдым да, тәуекел деп ішке кезексіз кірмек болдым. Өйткені соңындағыларға жетпей қалатын азабы да болушы еді. Сонан соң көрінгеннің оқулығына мінгесіп, жалынасың да жүресің. Бұл күн емес. Мен бұлай мақалдаған болар едім. Оқулығы сай бала, көңілі жай бала. Қожаның бұл қорқыншы дұрыс. Өйткені оқығысы келетін бала кітаптарын түгелдеп алу керек. Оның үстіне кітап соңғы балаларға жетпей қалатынын да айтып отыр. Қожаның орнында басқа бала болса да, дәл осылай істер еді. Тапшылық қоғамның қасіреті. Егер кітап дәл қазіргіде еркін болса, қожа да кезек тәртібін бұзбас еді. Демек, қожаның әрекеті қажеттіліктен туған. Повестің «Ағаттықтың азабы» деген бөлімінде қожаның мұғалім сөмкесіне бақа салып жіберген туралы айтылады. Бұл жерде қожа мектепке бақаны әдейі алып келген жоқ. Мұғалімнің тапсырмасымен әкелген еді. Оған қожаның өзі дәлел келтіреді. Менің қазіргі талқыға салып отырған тәртіпсіздік қылықтарымның қай-қайсысының да себебі бар еді. Бақаны мен сумкаға Майқанова талып, жығылып қалсын деп салған жоқпын. Тіпті бұның ақыры не болады деп ойлап та жатпадым. Осындай бір ақымақтық ақылға мұрша бермей, дедіктетіп әкететіні бар. Істеп алып, әмәнда соңынан бармағыңды тістейсің. Шығарма желісінде қожа Майқанова апайының түбінде адам болатын бала деген сөзін естіп, таң қалады және осы жолда өзін тәрбиелеуге кіріседі. Құпия кеңес ашып, онда қожа өзін өзі сынап, өзіне өзі нақты міндеттер қояды. Жаз, едіп жазым. Жаз, ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Қожаның бұл құпия кеңесін әжесі өзінше жорып, баласын ауырды деп ойлап қалады. Әжесінің көз шарасы қызғылттанып, жасаураған қоңыр көздері жәудіреп, немересінің құшағына қыса береді. Қожаның тәртіпсіздігінен, тентектігінен әбден шаршаған мектеп мұғалімдері оның анасын мұғалімдер жиналысына салды. Анасының мұғалімдер алдында баласы үшін ұялып тұрғанын терезеден көрген қожа бәріне өзім айыптымын. Осының бәрі тәртіпсіздік мінез құлқымның нашарлығының кесапаты. Ақымақтықты енді доғаруым керек деп ой сүйеді. Біз бұл шығармадан қожаның жүрегі таза, қиялы ұшқыр, адал ниетті қазақтың қара домалақ баласы екеніне көз жеткіземіз. Әңгімедегі қожа өзін өзі тәрбиелей алатын, өз тәртіпсіздігіне жауап бере алатын, зерек те ақылды кейіпкер. Шығарманың жазылғанына жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де, әлі күнге дейін құндылығын жоймаған, бүгінгі күннің де оқырманын баурап алатын, тәрбиелік құны жоғары көркемді туынды болып қала бермек. Бердібек Соқпақбаев шығармалары кешегі кезеңнің шындығын бүкпесіз баяндап, сол арқылы оқырманды өзіне баураса, бүгінде сол абырой биігінен бір саты да төмендеген жоқ. Өйткені қаламгер туындылары
өмірдің өзінен алынған. Белгілі балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың шығармашылығына арналған бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Келесі сабағымызда ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен өлеңдері туралы әңгімелейтін боламыз. Кездескенше аман сау болыңыздар.